Сәлеметсіңдер ме, балалар? Каналыма қош келдіңдер. Біз бүгін 7-ші сынып оқулығының соңғы тақырыбын өтетін боламыз, яғни вирустар тіршіліктің жасушалық емес формасы деген тақырып. Бұл тақырып туралы менің осы каналымның бас жағында видео бардың, бірақ ол ескі тақырып бойынша салынған. Сол видеоны бір қайталап шығыңыздар осы тақырыпты көргеннен соң. Яғни вирустардың ашылуы орыс ғалымы Ивановскиймен тікелей байланысты. Ол вирус деген латын тілінен шыққан сөз, оның қазақша мағынасы у деген. Бірақ мынау жаңартылған білім мазмұнындағы осы 7-ші сыныптың оқулығы бойынша ол жануарлар уы деген мағынаны береді деп жазылған. Сондықтан сіздерге тестта келген кезде жануарлар уы деген жауапты көрсетесіздер, яғни латынша қандай. Егер тек қана жануар уы деген жоқ, у деген ғана болатын болса, уды ғана белгілейсіздер. Әрбір вирус неден тұрады? Мына жердегі суретке қарасаңыздар, әрбір вирустың бөлшегі ол ДНК-дан тұрады және РНК-ның аздаған мөлшерінен тұрады. ДНК мен РНК дегеніміз ол нуклеин қышқылының түрлері, білесіздер, нуклеин қышқылы екіге бөлінетін ДНК-дан және РНК-дан. Дезоксирибонуклеин қышқылы және рибонуклеин қышқылы. Және де нәруыздық қабықша бөлігіндегі генетикалық материал капсидтен тұрады. Міне екі суретте де анық көрініп тұр. Бұлар қабықша ол қорғаныштық рөл атқарады. Енді мына жердегі суретке қарайық. Мына жерде вирустардың түрлері көрсеткен. Олардың жалпы 1000 түрі бар. Мысалы, герпес дегенді білесіздер ғой, ұшық, ауыздарымызға шығады. Бізде көбінесе оны бүкіл жерге шығады, бірақ енді біз көбінесе білетін ауызда шығатын герпес вирусының вирионы, темекі теңбілі вирусынікі, аденовирус вирионы, мысалы қараңыздар, адамның иммунитет тапшылық аива вирусы, міне осылардың барлығы вирустардың түрлері болып келеді. Және де мына жерде келесі суретте вирустардың түрлі пішіндері мен мөлшері көрсетілген. Яғни бұл жерде өсімдік вирустары көрсетілген және де жануар мен адам вирустарын көрсетілген, яғни бактериофаг туралы мен айтатын боламын сіздерге. Енді қараңыздар, мына жерде А суреті, яғни өсімдік вирустары болып табылады. Б суреті ол жануар және адам вирустары, В суреті бактериофагтар. Бактериофаг дегеніміз не? Оны мен қазір сіздерге айтамын тақырыптың соңына қарай. Суреттерін салып алыңыздар, нәтижені ұмытып қалмау үшін. Енді ол вирус дегеніміз не? Вирус ол жасушашылық паразит болып табылады. Ол тірі жасушаға түскен кезде ғана қабықшасын тастап көбейе бастайды. Яғни ол өз бетімен тіршілік ете алмайды. Яғни тірі организмге енген кезде ғана ол тіршілігін бастайды. Жасушалардағы зат алмасу бұзылады. Өзінің иесінің барлық ресурстарын, оның барлық қорларын паразит яғни өзіне алады да, және олар оған көбею үшін аса қажет болып табылады. Вирус ол жасушаны ішінен жегендей болады. Вирустық бөлшектер жеткілікті болған кезде вирус қабықшасы үшін нәру синтезі басталады. Жасуша ресурстар таусылады да, ол өледі. Бірақ жасуша ішінде 100 деген бөлшектер қалады да, олар өлген жасушалардан босап, бәрі жаңадан басталып отырады. Вирустармен күресу ол өте күрделі және қиын болып табылады. Бізде түрлі вирус арқылы жұғаратын аурулар бар. Солардың бірлеріне біз біреуіне тұмау вирусы, яғни көр, қызылша, оспа, энцефалит, полиомиелит, гепатит, құтыру, жит-спид ауруларын біз жатқызамыз. Өсімдіктердің вирустық ауруларына темекі теңбілі ауруын жатқызамыз. Біреу ғана беріліпті, байқасаңыздар, темекі теңбілі өсімдіктердікі. Бұл кезде, яғни өсімдікте темекі теңбілі аурумен ауырған кезде өсімдіктің хлоропласт жапырақтары түссіздендіре отырады да, бұзылады. Вирусты жою үшін иммунологиялық тәсіл, вирусқа қарсы дәрілер қолданылады бұл кезде. Олар организмнің қанда антителалар деп аталатын арнайы нәруызды заттардың пайда болуын тудыра отырып иммунитетті түзеді. Антитело ол организмге түскен вирусқа шабуыл жасап, оны жан-жағынан қоршайды, яғни залалсыздандырып тастайды. Бактериялар жасушаларындағы вирустық бөлшектер белгілі. Жаңа алдындағы слайдтағы соңғы суретке қараймыз, В-дағы. Оларды біз осы бактериофагтар немесе фагтар дейміз. Яғни бұлар грек тілінен енген сөздер. Фагос деген жалмап, жұлу деген мағынаны білдіреді.
яғни осы бактерия өзіндік ферменттік жүйесі бар және ортаның қоректік заттарын пайдалана отырып бактерияларға қажет заттарды синтездейтін тірі жасушалы организм болса, вирустың мұндай жүйесі болмайды. Сондықтан ол жасуша ішілік паразит болып табылады. Жасушадан тыс ол өзін кәдімгі жоғары молекулалы зат ретінде ғана ұстайтын болады. Енді сіздерге бұл тақырып бойынша көбінесе дәптерлеріңізге жазып алыңыздар. Ол бактериофаг дегеніміз не? Вирус арқылы таралатын аурулардың аттары. Вирус ол өз бетімен тіршілік ете алмайды, тек тірі жасуша ғана енген кезде ғана тіршілік ете алатын. Вирустың құрылымы неден тұратын және оны қандай ғалым ашты, және оның аудармасы қандай сөз, вирустың. Осыларды дәптерлеріңізге жазып алыңыздар. Бүгін біз осы 7-ші сыныптың соңғы тақырыбын аяқтадық. Енді алдыңғы сабақта сіздерге 8-ші және 9-ші сыныптың тақырыптарын салатын боламын. Мүмкін үлгерсем 10-11-де саламын. Менің каналымнан алыстамаңыздар. Қандай тақырып сіздерге қызықты, комментарийға жазыңыздар. Алдағы уақытта салатын боламын. Сау болыңыздар.